Армысыздар ардақтағай, назарларыңызда жаңалықтар, арна тілшілер бүгінгі күннің басты да маңыздеген ақпараттарын жеткізбек. Студияда тізгінші Данат Балқыбекұлы. Абай мен аударма әдебиеті. Осындай атаумен ұлы ақын ойшыл Абай Құнанбаевтың 175 жылдығын орай номер 31 Бәйдібек атындағы жалпы орта мектебінде облыстық семинар өтті. Білім шарасында бірнеше бағытта ақынның өмірі мен шығармашылығын қамтыған ашық сабақтар ұйымдастырылып, тың тәжірибелер ортаға салынды. Тілшіміз тарқататын болады. Абай мен аударма әдебиет облыстық семинарға арқау болған тақырып. Ауқымы кең шарада ұлы ақынның өмірі мен шығармашылығы жаңа қырынан танылды. Өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығының мамандары абыз ақынның еңбектерін оқушылар арасында дәріптеу, патриоттық сезімдерін қалыптастыру, тұлға ретінде қалыптасуына ықпал етеді деген сенімде. Қазақстан халқының болашағы жас ұрпақты тәрбиелеуде, Абай шығармашылығын оқу, үйрену, өзіне дұрыс бағыт-бағдар алуда еңбек үлкен зор. Сондықтан да бүгінгі семинарды Абай шығармаларын насихаттау мақсатында 3 тілде алып отырмыз. Семинарымыздың тақырыбының өзі Абай және аударма әдебиеті деп аталады. Сондай-ақ семинар барысында ұлы ақынның шығармаларынан үзінділер оқылды. Абай Құнанбаевтың өмірінен алған көріністер көпшілік назарына ұсынылды. Сонымен қатар сыныптарда 3 тілде ұлы ақынға арнап ашық сабақтар өткізілді. Бүгінгі семинардың басты мақсаты, биыл өздеріңіз білесіздер, ұлы Абайдың 175 жылдығы, соған орай мемлекеттің білім саласында 3 тілділікті қазір естіп жатырсыздар, біліп жатырсыздар. Осы 3 тілде Абайды таныту, Абайдың өнеге сөздерін баланың бойына сіңіре білу. Қазақтың бас ақыны Абай Құнанбаевтың рухани мұрасы мен оның шығармашылық ұрпағымен мәңгі жасай бермек. Ол халқымыздың сарқылмас асыл қазынасы. Абайдың қара сөздері мен тағылымды жырлары мен өлеңдері өз өміршеңдігімен ерекшеленеді. Міне осындай рухани шаралардың өз тиімділігі зор екеніне толық көз жеткізуге болады. Тахир Хамрақұлов, Мұрахмат Мұсұлтанов, Үмит Юлдашев, ел телеарнасының жаңалықтар қызметі. Биыл кеңес әскерінің ауған жерінен шығарылғаны 31 жыл. Қанды шайқаста қаза тапқан жауынгерлерді еске алу үшін майдандастар Ақсукент ауылындағы орталық саябақта бас қосты. Ауған жеріне мерт болған азаматтар ерлігін билік өкілдері елеусіз қалдырмады. Сайрам ауданы әкімінің орынбасарда жауынгерлердің рухына тағзым етіп гүл шоқтарын қойды. Дәл осыдан 31 жыл бұрын кеңес әскері Ауғанстан Демократиялық Республика шекарасынан шығарылды. Бұл бейбіт күннің бастауы барша елге қуаныш әкелді. Қазақ топырағынан осы соғысқа 22 астам азамат қатысқан болатын. Сайрам ауданындағы ауған соғысының ардагерлері қанды шайқаста қаза тапқан жауынгерлердің рухына арналған ескерткіш маңына жиылды. Онда жат жерде опат болған ерлердің есімдері ұлықталып, гүл шоқтары қойылды. Тура 31 жыл бұрын ауған жерінде орналасқан кеңес әскерлері түгеліге қайтарылды. Содан бері бұл күн тарихи дата ретінде ауған соғысының ардагерлері арасында жылма-жыл аталып өтіледі. Майдан даласында қаза тапқан жауынгерлер ерлігі ешқашан ұмытылмайды. Бүгінгі іс-шара осы сөзіміздің айқын дәлелі. Ауған соғысы елімізге аз қайғы әкелмеген белгілі. Талай боздақтарымыз жат жерде өздерінің интернационалистік парыздарын орындау жолында қаза тапты. Бүгін сол азаматтардың ерен ерлігі жас ұрпаққа үлгі өнеге болып отыр. Құрметті ауған соғысы ардагерлері, бүгін кеңес әскерлерінің Ауғанстан топырағынан шығуының 31 жылдығымен Сайрам ауданы ауған соғысы мүгедектер қоратындан шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге мықты денсаулық, отбасыларға амандық, құт бәрекет тілеймін. Жас ұрпақты патриоттық рухта тәрбиелеуде шаршамай, қалмай жүре беріңіздер. Ерлік ешқашан ұмытылмайды. Биыл ауған жерінің кеңес әскерінің шығарылғанына мерейлі 31 жыл. Қаншама шаңыраққа қасірет әкелген сұм соғыстың оты басылғанымен оның салған зардабы ауыр. Мерейлі күн қарсаңында Сайрам ауданында ауған соғысының ардагерлеріне құрмет көрсетіліп, майдан даласында қаза болған жауынгердің рухына тағзым етілді. Бұл күн жанары жасқа толған жесірлер мен жетімдердің, қара жамылған аяулы аналарымыздың жалғыз ұлын жоқтаған күні. Бұл күн бақи болған қаһарман бауырларымыз қатардан іздеген күн. Сонау ауған жеріне қару асынып, мұң арқалаған, сын сағаттарда бірін-бір бауырдескен азаматтар бүгін тағы да бас қосты. Осыдан 31 жыл бұрын артта қалдырған ауған соғысын бейбіт күнде еске алды. Ел ағалар ел үшін туған ерен-ерлердің елдік істерін тағылыммен атап өтті. Қазақстан Республикасы өздерінің боздақтарын ұмытпайды еш уақытта. 22 азаматтар кетсе, соның 924-і қаза тапқан. Біріншіден 15 ақпан біз сол боздақтарымызды еске алу күні болса, екіншіден мынау сол 15 ақпан ағаларымыз жеңіспен оралған күн болып есептеледі. Сондықтан да бүгінгі 15 ақпан жеңіс күні ертеңгі күні құтты болсын.
барлықтарыңызға денсаулықтарыңыз мықты болсын. 10 жыл бойы байтақ елдің тыныштығын бұзып, талай бозоқтарды ажал құштырған сұрапыл соғыс бүгінгі ардагерлердің мәңгілік жадында. Осындай ауыр аманат арқалап, өмір мен өлім белдескен шайқасқа қатысып, батылдық пен ерліктен ерен үлгісін көрсеткен жерлестеріміз қазір уақытта жастарға түрлі салада еңбек етуде. Осы орайда бүгін кездесу өскелең ұрпақты рухтандырып, патриоттық сезімдерін оятары анық. Айтулы шарада арамызда жүрген ауған соғысының ардагерлері мерейтойлық төсбелгілермен марапатталды. Ауған соғысы елімізге аз қайғы әкелмегені белгілі. Талай бозоқтарымыз жат жерде өздерінің ерліктерін көрсетіп, үлгі өнеге бола білді. Әзірге айтпағымыз осы. Зейін қойып тыңдағандарың үшін үлкен рахмет. Ұмытпағайсыз, ел нұр телеарнасын қашанда елге айтары бар. Аман сау болыңыздар.